оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы эргономика дегеніміз не? Оқу мақсаты эргономика міндеттерін тұжырымдау және шешу. Бүгін білеміз, эргономика ұғымын, жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыруды, қауіпсіздік ережелерін сақтау. Балалар, компьютерлік қауіпсіздік дегеніміз не? Яғни компьютерлік қауіпсіздік техника қауіпсіздік ережелерін қарастырады. Компьютердің алдында отырған кезде дымқыл киіммен отыруға болмайды. Компьютер экранын қолмен ұстауға болмайды. Пернетақтаны бар күшімен басуға болмайды. Компьютер алдында отырған кезде тамақтануға болмайды. Және міндетті түрде компьютермен жұмыс жасаған кезде көз арақашықтығын ескеруі қажет. Эргономика дегеніміз адамның денсаулығына қолайлы жағдай жасауды зерттейтін ғылым болып табылады. Яғни компьютермен жұмыс жасаған кезде қолайлы жағдай болу үшін біздің компьютермен арақашықтығымыз 40-75 см болуы қажет. Аяқтың табандары еденге қою керек. Үстелдің аяқтарын қозғалмайтындай етіп қою керек. Пернетақта үстелдің үстінде болғаны дұрыс. Және де орындықтың арқа шаршамайтындай етіп орналастыру қажет. Сонымен қатар компьютермен жұмыс жасаған уақытта міндетті түрде жұмыс жасау уақытын белгілеп алуы қажет. 6 және 9 сыныптар үшін жұмыс жасау уақыты компьютер алдында 25 және 30 минут қана болу керек. Компьютер алдында жұмыс жасау ол көз шаршауына және дене буындарының шаршаңқылауына әсер етеді. Сондықтан көз және денеге арналған жаттығуларды орындап отыру қажет. Көз жаттығулары сіздерге қазір көрсетілген, қайталап көрулеріңізге болады. Және дене жаттығуларын жасау қажет. Эргономиканың мақсаты ол адам және техника құралдар ұғымы арқылы тиімді жасауды ұйымдастыру. Ыңғайлы жұмыс орнын ұйымдастыру, денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтірмейтін жағдайларды ұйымдастыру. Эргономиканың міндеттері жайлылықты, қауіпсіздікті, тиімділікті қамтамасыз ету, физикалық ауыртпалықты, ыңғайсыздықты, қауіпсіз жағдайларды жою, құрал жабдықтарды жақсарту болып табылады. Тапсырма. Бірінші тапсырма сіздерде Learning Apps-та берілген, екінші тапсырма оқулықтағы 10-шы беттегі үй тапсырмасы. Бірінші тапсырмада сіздер эргономиканың мақсаттары мен міндеттерін топтастыратын боласыздар, ал оқулықтағы тапсырмада сіздер дұрыс немесе дұрыс еместігін көрсететін боласыздар. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.